Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін кезекті видео жазып тастайын деп шештім сіздермен, өздеріңізбен әңгіме дүкен құрып тастайын деп. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Менің сүйікті көрермендерім. Қазір кешіресіздер, мультфильмім бітіп қалған ғой, соны қойып бердім. Қолым деген зеленка. Балам ауырып қалды, ветрянка болып жатыр. Өткенде кор деген не салдырып қой, вакцина прививкасын. Содан кейін сол салғанымыз өте жақсы болыпты. Қазір вообще эпидемия болып жатыр деді ғой, сол ветрянка қызыл қазақша не дейтін еді соны. Сондай нәрсе қазір эпидемия болып жатыр ғой, қазір көп шығып жатыр екен. Қатты ауыр осложнение болып кетіп жатыр екен. Сондықтан өткен жолы біз вакцина салдырған кезде осыған салдырған едік. Салдырғанымыз жақсы болыпты. Баламда температура кішкене көтерілді кешкісін сәл ғана, бірақ ешқандай бүйтіп мазасыздандырып ондай еткен жоқ. Сонда да ибуфен бердік, кішкене жеңілдесін дедік та, енді бәрібір ибуфенді обезболивающий сондай бар ғой. Сол ибуфен беріп тыныш ұйықтасын деп сосын бердік. Одан кейін врачпен сөйлестім. Врач айтады, күніне 2 рет фениксил бар ғой, содан беріңіз дейді, 10 каплядан, ана қышығанын басады ғой. Одан кейін барып зеленка жағып тастаңыз деді. Сол зеленканы өлтіріп тұрып жағып тастаған ғой үстіне. Ашымайды да ештеңе қылмайды ғой, соның ана жынданып жатыр. Көкпенбек қой, бет-аузын бәрі зеленка болғаннан кейін неғып жағасын деп сүртіп, бүйтіп жылап, бетін сүртіп нетіп жатыр ше. Бүгін телефон ауыстыруым керек деп сөйтіп жүрген едім ғой. Бірақ күйеуіме ештеңе айтқан жоқпын. Айттым, бірақ қуып жатыр анау дедім да ше. Сөйтіп ауыстырып берем онда деп сөйткен ғой. Сосын мен айтқаным, жоқ, қазір керегі жоқ, именно телефонға қарап қалған күн жоқ қой, қазір именно нормально істеп тұр. Осымен жүре тұрайын, басқа нелерімізді бітіріп алайық деп сөйттім ғой, бір-біріне қабаттасып кеткеннен кейін. Сөйтсем телефон алып келген ғой. Міне анау кімнің Oppo Reno бір бәле деген шошым. Димаш Құдайберген рекламировать етіп жүр ғой, сондай телефон алып келген. Бұл ғой, новый емес. Мен еш уақытта, осы уақытқа дейін телефондар, вообще телефон атауы шыққалы, мобильный телефон шыққалы, бір рет новый жаңа упаковку де алмаппын ше. Үнемі бұл алам. Мен жаловаться етіп атқан жоқпын. Если алам деп қалаған болсам, алар едім ше. Өлсем де, тірілсем де, әйтеуір айфонның последний болса да, әйтеуір алуға болар еді да ше. Оның аса прям мен айттым ғой, телефон маған нормально ұстап тұрса, қатып қала бермесе, связь жақсы болса, болды. Басқа оның түрі, моделі, в общем, мен вообще ондайды түсінбеймін да, біріншіден түсінгім де келмейді, қызық емес та маған, өйткені қызықпағаннан кейін адам ешқандай да. Бауыржан айтады, мынада бір бәле азу, мынада шыр бәле азу, ол азу деген не екенін де білмеймін ше, просто Бауыржаннан не істегенімді айтып атқаным ғой. Осы тұста бір ең алғаш телефон қалай алғам, телефон сотовый телефон қалай ұстадым, соны айтып кетейінші. Баяғыда біз мектеп оқып жүргенде ғой, 2004 жылы бітірдім. Мен мектепті 86 жылғымын мен. 86-ның сентябрь айы болғаннан кейін мен 87-лермен бірге оқыдым. 87-лермен оқыдым. 2004 жылы мектеп бітірдік. Біз 10 классқа оқып жүрген кезде компьютер деген бірінші рет келді мектепке ше. Арты мынандай ақ компьютерлер ше, арты мынандай. Сондай компьютерлерге бізге сол сабақтан Дәурен деген ағайымыз беретін. Ол негізі информатика маманы емес мектепте, ол физикадан ба беретін сабақты. Оған баласы үйрететін, Windows несін, программасын қайтып қосу керек, қайтып сурет салу керек деген ше. Сондайды ғана 10 класста, представляете, 10 класста біз Windows'ты қосу, өшіру, және сол сурет салу, сондай майда-шүйдан нәрселерді үйренетінбіз ол кезде. Сол кезде жаңа, вау, қандай күшті деп, еще 20 класста қанша бала едік? 25, 26 қателеспесем, примерно сондай 20-дан асады да. Бізге 12 ма 13 па компьютер келген. Оны бізде Жамбыл Қапаров мектебі еді. Сол Жамбыл Қапаров ненісінің
в общем әйелі жұбайы алып келіп берген ғой енді мектепке. Сонымен жаңағы кезекпен отырамыз. Ана 10 минут, мына 10 минут деген сияқты 45 минутты сабақта, бірақ аптасына 1 рет па, 2 рет па болатын. Сонда дымда үйренген де жоқпыз. Әйтеуір сөйтіп жүргенде мектеп бітірдік. Сол кезде жаңағы Дәурен ағайымыз айтатын: ой, көресіңдер ғой, жақында бұл компьютер деген, сотовый телефон, өзде кинолардан көрушік қой сотовый телефондарды. Сотовый телефон деген калькулятор сияқты болып қалады дейтін. Ол кезде есеп шығаратын енді кішкентай калькуляторлар болады ғой. Кәдімгі сондай калькулятор. Бірақ ол калькулятордың өзін әжептәуір бағада тұратында енді нормальнелері. Солай әлі калькулятор сияқты болып қалады сотовый телефон деген кезде. Лично мен өзім сенбедім. Ой, ол қашан болады, қай уақытта болады, қой мүмкін емес деген сияқты. Сенсордан бөлек сенсорный телефонды айтпай қояды вообще. Сонымен биыл осы ғасыр 21 ғасыр, 21 ғасыр деп дейінші өзі электроника ма, техника заманы болды ғой. Тас ғасыр осы техника ғасыры болды ғой. Қазір дамып, қатты бүйтіп дамып кетті ғой техника, в общем. Сол сөйтіп сол кезде айтқан кезде сенбедік. Содан жаңағы 2000 уже телефондар шығып болған, біз мектеп бітіріп кеттік. Кирпичный телефондар шықты. Келді, в общем, біз жаққа Қазақстанға келіп бітпейді. Кирпичный телефондар келгенде Камшат деген кафе бар. Шымкенттіктер өте жақсы біледі. Біздің ауылдың Қазығұрттың адамдар істейді. Атбұлақта Шегір, келіншегі Шегір, біздің әпкелеріміз болады енді. Шегір болғаннан кейін ағайын әпке болады ғой. Сол енді біздің ауылдың Қазығұрттың почти жартысы сол кафеде істейтін. Сол кафеде жұмыс істедім. Официант болып, сол жерде істеп жүрген кезде Асқар деген бір аға бар еді, Шегір тоже. Сол алып келген кирпичный телефон. Кирпичный деген дәу болады ғой, мынандай. Кім алады, сатамын деп ше, мен алайын ба, алмайын ба деп тұрдым да. Алып әкем алып берген ба деп қойдым ғой. Сонда да өзімді ойлап тұрған жоқпын, әкемді ойлап тұрдым. Сөйтіп кейін сөйтіп жүрген кезімде ол басқа біреуге сатып жіберді ма, бір бәле болды, в общем, короче. Сөйтіп жүрген кезде бір қыз, официант қыз тоже телефон, ода сотовый телефон бар еді, анандай кнопочный ғой, бүйтіп ашылатын, в общем. Кнопочный телефон, сатам телефонымды деді, маған срочно ақша керек болып жатыр деді. Сөйтіп, қанша сатасың дедім мен, сөйтіп 7000 теңгеге деді. Сөйтіп, ойбай, маған сатсай деп сөйттім мен. Бірақ бірден бере алмаймын, ол кезде 7000 дегенің, например, да, қазіргі 70.000-нан көп. Ол кездегі 7000 теңге. Қазіргі 70.000-нан көп деп айтсам болды. Өйткені ақшаның құны өте төмендеп кетті ғой. Сөйтіп жаңағы 2 бөліп берем, бірақ ақшаны біз ол кезде жақсы табатынбыз. Клиент деген ол жерде көп болатын енді. Ақша жақсы табатынбыз. Одан кейін біздің процент алатынбыз ғой, 10% ше. Сол 10%-тің бәрін толық беретін, ешқандай да бір тиынымызды жемейтін, кәдімгі бармен өзі бөліп беретін жұмыстан кейін ше. Жинап алам десең де, бөліп алам десең, күндегісін күнді алам десең де, өзің білесің, короче. Ол сенің ақшаңда ешкімнің шаруасы жоқ. Күнде өзің бақылап, өзің жазып, мынанша ақша, мынанша процент бүгін деп сөйтіп жүретінбіз жаңағы. Күніне сол кезде 2-3 мың теңге, 4 мың, 5 мың теңге сондай жаңағыдай процент алатынбыз. Қазіргі ақшамен салыстырғанда ол өте үлкен көп деп айтсам болады. Кез келген мемлекеттік менмін деген жұмыстардан қарағанда біз көп табатынбыз. Бірақ та оның болашағы жоқ та, енді уақытша нәрсе ғой енді. Болашағы да болар ма еді, если ары қарай жаңағыдай бармен, администратор бір нәрсе болып кеткенде. Ну, все равно стабильный жақсы ғой, өзің кәдімгі маманды қалып, маман болған бәрібір де жақсы. Сонымен жаңағы ол қызға айттым да мен, осындай 2 бөліп бер маған дедім, сөйтіп едім. Я бопты деді да. Сөйтіп алып алған ғой, телефонды, оны не істейтінін білмеймін. Сим-карта қалай салу керек екен, қай жеріне салу керек екен, оны қалай пайдалану керек екен, түк көрмегенсің ғой енді. Сөйтіп жаңағын алып алғам, қосылып тұр ғой енді, сим-картасыз да, бірақ бетінде несі, экрандарында ғана кішкентай ғана 4 бұрыш қана болушы еді, осындай ғана сурет не тұр ғой, сағат не.
жаңа мен соған қарап мәзмін, ананы алып өзінше қалтама салып қойдым, джинсы шалбар киіп алғам, тырыстырып соның арқасына салып алғам. Сонымен дәретханаға бару керек болды. Сол күні ма ертесінде білмеймін. Ертесінде, кажется, үйге алып бардым, оны үйге алып барып, үйде қыздарға көрсетіп мақтанып. Квартирада қыздармен тұратын ек қой. Мен сестрам, Раушан Райхан, 2 қыз, 4-еуміз тұратынбыз. Сөйтіп жаңағы алып жүрмін. Сим-карта салған жоқпын. Сим-карта қайтып салып, қайтып не қылып, оны да білмеймін. Ана қызды сұрамағам да, адам сонша сондай аңқау болады екен дейді. Сол кезде сондай болдым, білмеймін неге екенін. Сонымен жаңағы телефонды салып алғам, шалбарым арқасын. Сөйтіп туалетке бармаймын ба? Туалетке барып жаңағы отыра берсем, ана шиқ-шиқ деп кнопкалар басылады да, шиқылдағаннан кейін алып, бүйтіп мынандай туалеттің жанында үлкен туалеттер ғой, ол жерде андай не дәретхана, әжетхана. Соның мынандай подоконниктері бар да, бүйтіп қоятын анау. Соның несіне телефонды қойып қойған ғой. Сөйткемді шығып кеткен ғой, телефон ұстап, не үйренбеген, ана ұмыт кеткен ғой, шығып кеткем. Сөйтіп жаңағы жүрмін ғой, анау ала деп. Бірақ та бір телефон көріп қалдым, алло деп сөйлесіп жатқан. Сразу есіме түсті, білдім туалетте, жаңа дәретханада жүгіріп барып кірсем. Жоқ, алып кеткен ғой. Арасында бір 10 минут па, 15 минут па болған шығар, 10-15 минут. Енді бір кіріп, бір шыға тұр ғой, енді ол жер кафе болғаннан кейін. Сосын кімнен көресің, ешкімнен көре алмайсың. Ол жерде ол кезде камера жоқтығын, камера қоймаған вообще ол кезде бізде. Сонымен, залда камера жоқ деген ғой, кімнің кіріп, кім шығатқан көрмейсің да, жатқанаға. Қазір де қоймайды ғой, туалетке камера ойлап қалмасыздар, қазір туалетке камера қойды дегенді. Солай. Сонымен сөйтіп телефон просто так ақшасын төлеп, ұстаған да жоқпын. Сондай топас болғаннан кейін сол қиын болады екен ғой, сөйткем. Сол бірінші телефоным. Содан кейін бір күні жаңағы бір қыз оқиға айтып берейін да. Бір күні летний кафеде ғой, летний площадка, бізде ресторан деген бар да, ішінде ішкі зал, в общем, кабинкілер бар, одан кейін сырт бар да, летний площадка дейді да, сыртында отыратын кабинкілер бар, в общем, кабинкасыз да отыратын бар, ашық неде, сол қыздармен бөлісе аламыз да. Мен бүгін летнийді не қылам, ертең залды сен не қыласың, бүгін мен деген сияқты бөлісе аламыз өзара ше. Сөйтіп мен как раз ол летний менкін алғам ғой, бүгін летнийді мен обсуждением келгенім деп ше, сөйтіп бөлісе аламыз. Сөйтіп летнийді алғам, сөйтіп жаңа ары бері өтіп жүргенде бір басқа залдан келген бір не болған. Камшат деген үлкен кафе ғой, лабиринтші, охотничий домик, элитный зал, ресторан, анау-мынау деп бөлінеді да, и әр ненің өзінің бары бөлек, өзінің абсурд ететін қыздары бөлек, әр жақтыңқы бөлек-бөлек қойшы. А мен соның ішінде ресторанында істедім да ше. Кафесі бар бөлек, жерде кішкене арзандау бағасы, ресторанда кішкене қымбаттау, екінші этажда охотничий домикте одан да қымбат. Кафе Камшатты білетін Шымкенттегілер өте жақсы біледі. Шымкентте менмін деген кафелердің бірі Камшатты деп айта аламын. Сол жаңағы сыртқы летний площадкаде бір мас кабинканың ішіне кіріп отыр, ұйықтап жатыр екен үлкен кісі. Мас, өш қалған өлес мас ұйықтап жатыр екен. Сөйтіп ары бері өтіп жүріп қарап жүр, бә деп отырған, сөйтіп бір қарағанда ұйықтап жатқан. И қасында сотовый телефон тұрған. Телефоны Nokia көк телефон болушы еді ғой, кнопкалары, ақ кнопкалары менше, пластмассовый, нишовый, енді ол кезде қиямет еді ғой, сондай Nokia тұрған қасында. Сөйтіп мен онша мән бермеймін, ойлана телефон қойып кетті, біреу алып кетіп қалады ғой дедім да, бірақ бүйтіп қатты мән бермедім, ары бері жүгіріп бір-екі рет сөйтіп көріп қалғанмын. Бірақ та ол қайбай қырғын шығарып отыр екен. Ау жан, ау, кел маған. Кел қасып берім, келе ғой. Арқасы қышы тұр, ана не шыққан ғой қазір. Жер дүниенің бәрі зеленка болды ғой. Айып етпеңіздер, осындай болып тұрады, бала шаға болған. Не болды? Кел, ештеме қылмай қой, шаша берсін. Ай көргем шашты деп жүр ана жерді. Жаным. Қой бер, шашыла берсін, өзім жинайым кіз. Кел маған, кеш маған. Кел! Қазір зеленка жағам, жылама.
қазір мына жеріңе аузын бәріне зеленка жақты сен қойсай. Сонымен жаңағы бір қарасам хайбай шығып жатыр далада. Не болып жатыр деп барсам, не болып жатыр деп барсам, жаңағы кісі телефонын ұрлап кеткен, жоқ телефоны. Сонымен жаңағы ана жерде мен ғой енді летникте мен кезекші болғаннан кейін менен көріп жатыр ғой жаңағы шы. Айтқан ғой енді сол жерде, по-моему, арқасында адамдар тұрған. Сол қыз мен емес деп айтқан шығар енді, білмеймін ғой енді, сондай болған ғой, в общем. Сонымен жаңағы қоймайды ғой анау, қайтар телефонымды, қайтар дейді ғой маған, милиция шақырам, анау-мынау үйтем дейді. Мен айттым, мен алған жоқпын да, алған жоқпын. Мен айтадым, Құдай ұрсын, нан ұрсын, өліп кетейін, аға, мен алған жоқпын. Я көрдім, сіздің ұйықтап жатқанда қасыңызда тұрған ары бері өткен кезде көрдім, бірақ мен алған жоқпын деп жатырмын ғой. Сөйтсем, сенен басқа кім алады? Жоқ дейді. Қалай сенен басқа кім алады? Сіз жатырсыз, мас болып, қасыңыздан қанша адам кіріп шығып жатыр. Тура проходта жатыр ғой, ары бері қанша адам кіріп жатыр, өтіп жатыр, шығып жатыр. Сөйтсем, камера жоқ. Жаңа қоймайды ғой, сен алғасын, сен Құдайды айтатыр, вообще естімейді ғой анау ше, но не айтатыр демейді ғой алқаш. Мен жаңағы жаман болайын, бекерден бекер қараптан қарап қара жапса жаман болады екенсің ғой, күнәлі болмасаң ше. Сөйтіп жаңағы ақырында қойшы дедім, бар шар дедім да, сонымен не қылмай қойдым. Сөйтіп кейін Женя деген администраторымыз бар еді, мені жақсы көретін. Потому что жұмысымды адал, таза, жақсы андай. Ол кезде жас болғаннан кейін ба, не болғаннан кейін ба енді невинный боласың ғой енді, күшті андай. Сосын мен жақсы көретін сол өзі администратор әйел ғой екен. Сөйтіп жаңағы не қылып жатыр ғой. Қойшы, ай көркем жылай бермей. Ей, тиме, бер кел. Сол, короче, бәрімізді жинады, в общем-ше, сол жерде қыздардың кабинетіне кіргіз. Мен жалғыз өзімді не қылуға тексеруге ыңғайсызданды ма, бәрінен Женяға айттым да, мен алған жоқпын, мен көрдім, сондай дедім да ше, бірақ алған жоқпын дедім. Сөйтіп едім, Женя бәріміз қыздардың бәрін жинап, кабинетіне кіргізіп, не қылды ғой, в общем, кабинетіне кіргізіп, тексеріп, аяғымыз, нәскиімізға дейін шешіп, күн салқын тұғым. Күн салқын, көктем шығып атқан беді, күз болып атқан ба, общем, салқын бар еді. Сөйтіп, аяғымызды нәскиіміздің арасына шейін ба тексеріп, общем, сөйтті, ешкімнен таппады. Сонымен жіберіп жіберді ғой бәрімізді. Кейін ана кісіге айтты, не істесең оны істе, ол заявление жазамын, үйтем, бүйтем, сен сотқа берем, кафеңді сүйтем, бүйтем деп жатыр ғой. Сосын айтты, жоқ, бұл жерде қанша адам келіп, қанша адам кетеді, сырттан қанша адам келіп жатыр. Біз ешкімнің затына жауапты емес, біз өзің затыңа өзің жауапты бол деді да енді. Міне тексердің қыздардың бәрін, ешкімде жоқ деді. Мен не істеймін енді деді да. Сонымен, короче, ол кетті. Бір уақытта қайтып айланып келген. Көп клиентмен заказ алып жатқан ғой, сөйтсем келіп тұрып алған ғой. Телефон сен алдың, сенен басқа ешкім алған жоқ, қайтар, бір бәле шырбәле деп жатыр ғой. Аға не деп тұрсыз? Ана маған бүйтіп қарайды, ана отырғандар бар ғой. Мына мен телефонымды ұрлап алды, бүйтті, сөйтті. Көзіме жас толып кеткен ғой жаңағы. Не айтып жатсыз сіз? Мен алған жоқпын деп айттым ғой деп жатыр. Сөйтсем бүйтеді. Қарындас қайтара саш, қашыңдар шай былай. Ана неге ой жаным-ау кеп. Мынаған қараңдар, тұрғын қара. О, Құдай-ау бері сағаным-ау. Ауыр көтеремейділер, ауыр көтеремейді. Ой, Құдай бері. Сөйтіп, жаңағы, қайта қарындас. Ойбай. Қарындас қайтарып бере салыңызшы. Хотя бы сим картасын қайтарыңызшы. Ішінде қанша адам кетті деп қоймайды ғой маған. Я, мая жабысқан ғана. Сөйтіп, сондай қызық болған, зорға құтылған соданшы. Содан кейін жаңағы бірінші алған телефоным сондай қызық болған. Одан кейін будан бастадым ба, до сих пор бу болып келе жатыр ғой енді. Бүйтеміз ғой, телефоным бұзылып, өстіп айнып қуып жатса, жөндеп бауыржан нетіп, в общем, сатып жібереді да, орнына жаңа қосып, ақша қосып, бүйтіп жаңалауын әпереді да, бірақ енді новый бүйтіп неге алып бер десең аласың ғой, новый мынандайларды.
бірақ көш не қыламын оны. Даже если қиямет болып көтеріліп нетіп атсам да 700 мыңға, $1000 телефон алмас едім. Білмеймін енді, бүйтіп ондай нәрсе қызық көрмеген екен. Телефон Бауыржанның қолында ғой, не бір телефон келеді, не бір телефон кетеді жөндегеннен кейінше. Үйде ауылға да бердік, сіңілдеріме де бердім, әкеме де бердім, мамама да бердім, бәріне бератып қой телефондар. Бірақ бүйтіп маған жақсы істеп тұрса, связь жақсы болса болды да, бүйтіп қаттандай нетпеппін телефонға. Сол бүйтіп ауыстырып отырамын ғой, жаңағы сәл жақсыраққа ақша қосып шы. И соны 2 жыл, 3 жыл ұстаймын. Если қуып кетпесе, ұстай беремін дальше. Мендегі айтқандай кешені пылесос обзор істедім ғой, Xiaomi деп ше. Сол марка екен ғой менде де. Xiaomi'дің телефоны бар ғой, білесіздер ме деп айтып едім ғой. Сол Xiaomi екен ғой менде. Бауыржан айтып, бізде телефон ғой Xiaomi деп кейін видеоны көріп алып. Күліп отырмын ғой, қаяқтан білейін деп. До того өзім 3 жыл ұстаған телефон моделін де білемін ғой. Білмегенде бүйтіп мән бермеймін да ше. Маған қызық емес, маған нормально ұстап тұрса болды. Қатып қалып, бүйтіп қанып ше, бандай қылса айтам. Бауырынан аламды бұрып шашып жіберем деймін. Сол деген ол да андай ұстайды, уже қимылдай бастайды ше. Басқа тауып берейін деп. Сөйтіп ауыстырып алдық, енді көреміз енді. Бауыржан айтады, пока ананы тестировать етіп көр, қалай болады екен, анаусын, зарядын, в общем, қуады ма, қумайды ма. Если жақсы болса, аламыз дейді да. Асық жоқ қой, телефон тұра берсін дейді да қазір. Өзінің телефоны. Қазір өзімкімен түсіріп жатырмын ғой. Камерасы бұның нашарлау енді, Xiaomi ше, уже бұл қай жыл ғой, 2019 шығар даже. Мынаның камерасы жақсырақ екен. Мынаның камерасы суретке неге түстім ішінде, в общем, анау жақсы нелері бар екен, функциялары. Шипси! Папасы келіп, соғанандай бітіп қалған ғой, детский. Мына сурет кеше қойып ем ғой. Соғап әкеп беріп кетті ғой. Әдем түсіреді. Осыған түсіп сосына сырты мұны. Жаңа емес ұсталғанда. Көріп тұр оны сырты ұрынған. Мынаны сыртын ауыстырады да. Сыртын ауыстырып, чехол, әдем чехол кесіп қойым. Мына жерлері сырылған ғой. Көшкен да краскасы. Краскасы ма несі өшім. Мынаны сырт корпус дейді. Корпусын ауыстырып береді новыйға. Одан кейін чехол кигіземіз. Бұл сонымен новый телефон болады. Істеп тұр, суретке түсіріп тұр, Wi-Fi мен ұрып тұр, YouTube анау-мынауға кіріп тұр. Басқа не керек одан басқа? Қызым, тоқташы сен, жағаласып кетесің үстіп. Мына ой, YouTube-ға кіріп тұр. Реклама болып кетеді да. Қазір бірімен чулап кетті. Айбет бестер үсті үзіле береді енді. Екеуі де палау пісіріп алу, палау. Айтқандай мынандай детский мирдан мынандай памперс аламыз да, мынандай. 44 штук па? 44 штук. Енді керемет памперс. Трусики. Қалың да. Балам бір сейіп лақтыра береді да, памперсті ше. Осында жаң бір сейіп лақтырған алып қойсам, кәдімгі күшті сіңіріп кетеді да, вообще су болып тұрмайды. Лақтырмасай. Қазір бар аласын тұқта киініп алайық. Сол қайтадан кигізе береміз да, айландырып ше. А то вообще шыдатпайды ғой, қызын тұқта киіндіріп алайық. Бәрінің балдар осындай шығар, именно бір нәрсе істейін десең өстіп. Палауы да дайын тұрады. Барлығы дайын тұрады ғой. Осымен қызық шығар мен видеолар. Осы қырылыс төбелестен, Тоқтаса киініп асайын. Тоқта. Мына қызға жүк кетпесе болған еді, ветрянкісін.
тік тұрмаңыз дейді. Қалай тік тұрмаймын? Екеуі бірге ойнайды, бірге жүреді. Бар, ал жина. Бақтыра тұрайшы, пока. Жинап алам сосын. Содан сол достар, вообще мүлдем жаңағыдай не көрмеппін. Қызығып, прямо. Айфонға бір рет қызықтым. Мен 5-ші айфон мен 6-ші айфон ұнады маған. Бұрын 5-ші айфон шыққан кезде, сосын 6-ші айфон да ұнады. Бар, ақ кесей, қарап тұрам, бар әкел. Теспейді. Жинаман. Сөйт 5-ші айфон алып көрдім. Что-то андроидқа бәрі жетпейді ғой, андроидтың программасына ше. Музыкалар не тамайсың, в общем. Проблема ғой, в общем. Одан кейін 6-ға қызыққаннан кейін 6-ны әкеп беріп, ойбай, айфон ұстаймын. Жұрттар үйтеді, бүйтеді деп бәле шығарып әйтеуір 6-ші айфон алдырттым. Оны да ұстай алмай қойдым, короче. 5-ші айфонды ма бір ауылға беріп жедім біреусін әйтеуір. Сөйтіп қойып, одан да ең жақсы андроидым екен Samsung деп. Бұрын Samsung ұстаушы едік қой. Бұл кезден Xiaomi, анау дегендер жоқ еді ғой. Қойылан, қойсай! Сосын ана нот ручкасы бар ше, соған қызыққан едім. Сондай әкеп берген бауыр. Ондайда ұстадық. Ой, неше түрлі телефон өтті ғой. Неше түрлі телефон өтті. Балам, қойсай! Жылда кредитке 11-ші айфон, 12-ші айфон, 14-ші айфон деп алатындар түсінбеймен бар ғой. Ол дүниенің түбіне жете алмайсың, дүниенің түбіне жетіп, түбіне жете алмайсың. Жылда неше түрлі нәрсе шыға береді ғой. Сондағы ауыстыратындары бір камера қояды, келесі жыл тағы бір камера қояды, немесе кішкене камерасын жөндейді сәл, сөйтеді де ақшаны өлтіріп қосады да айландыра береді ғой. Олардікі бизнес қой, алып осы сұраныс болып жатқаннан кейін істеп жатыр ғой. Олар пәленбай мың долларға сатып сол. Мына жақта шашын жолып бүйтіп әке-шешесі алып беріп береді байқұстар. Жұрттан қамасын деп әкелі ғой жаным ки. Студенттер ғой, киетін киімдері жоқ. Бүйтіп айфон ұстап алып жүреді. Кел жаным. Ойбай, бұларға тиіп қасан. Әке-шешелер байқұс кредитке шаштарын жолып біртіндеп алып береді. Олар деген. Сосын оны бір сындырған кейін бауыржан айтады, келеді жылап дейді ғой. Экран сынғаннан кейін оны пәленбаймынға ұстырасың. Сол бір кредиттен құтылып, екінші кредиттен құтылып, үшіншісін алып сөйтіп атады ғой адамдар. Прям қатты қажеті жоқ қой, солсыз өмірің өтіп жатыр ғой, олсыз да өтеді ғой. Басы жақсы істеп тұрса, біреумен звондап сөйлеп, нормально сөйлесе салсаң, жаңа көретін нәрсеңді көре алсаң, интернетке жақсы кіріп тұрса болды ғой. Маңыздысы сол ғой енді. Міндетті түрде білмеймін, көрпеңе қарап көсіл деп айтады ғой, сол сияқты артына қарап істеу керекті. Жағдайың жетіп ақшаң асып тасып жатса, әрине ала берді. Хотя сол садақа қылып, сол жұртқа көмектескен әлде қайда өзіне жақсы ғой деген ғой енді. Әркім өзі біледі ғой енді, әркім өзі біледі, қалай өмір сүреді, қалай не қылады. Ешкімге өзіңнің неңді жүргізе алмайсың ғой, просто өз басым солай ойлаймын да ше енді. Еш уақытта үйтіп мұндай нәрсеге жылтыраққа бүйтіп қатты қызықпаппын. Алтын нелерге ше, біреулер прям алтын десе ішкен асын жерге қойып, ойбай деп өліп жатады ғой. Менде ондай жоқ. Прям бүйтіп күйеуім осы туған күнінде айтты, жүре барып алтын алып береміз дегенде, қойшы одан да мынандай алайықшы, керек заттан одан да мынандай алайықшы деп. Соған қарап қалған прям күн жоқ қой енді, соған прям ше. Сондай бір жағынан кейде ойлап қоясың өз-өзіңді бүйтіп жаңағыдай баловать еткенде дұрыс шығар деп. Білмеймін ғой енді. Солай достар. Отырған енді сағат 7 болды ма? Бауыржанды күтеміз. Бауыржан келеді. Бізге келіп, мыналардың согын, анау-мынасын алып кеп беріп, кетті қайтадан жұмысқа. Қайтадан келеді қазір. Сөйтіп тамақ ішіп. Сол ғой. Мына жұмысы мына жерде да, жақын болғаннан кейін жүгіріп келіп, жүгіріп кете береді. Далаға шығарайын десем күн суық, үй суық.
үйдің іші салқын болып кетті. Жаңа ойлап қоям, батареяны кіргізейін ба анау доппен істейтін деп ойлап қоям ше. Кейін қойш жаздың күні не болды батарея қосық деп. Алматыда осындай көктем шығу тегі қиын. Бір әдемі болып жылынып қуантады да, жылып. Кейін қайтадан мороз болады. Қаттан да қара суық бар да, білмеймін. Тау жаққа қар жауған шығар мүмкін. Балдарға да қалың киіндіріп жатырмын. Түнде үстерім мүлде жақпайды, вообще жақпайды. Бүйтіп жапсаң алып уақыт бір жерде сырғаншы. Жұқа ма, қалың ба, не важно. Сондықтан қалың кигізіп қоямын. Түнде жатқанда аяқтарына нәски кигізіп қоямын. Қызым аяғы бір күні ашылып қаптана пижамасы жоғарға көтеріліп кеткен да, тізесі неққа ашық қалғанда, мұздап қалған сол. Ай деп тізесін ұстап жылайды да. Сүт беріп жатсың ба? Жаным, кеш көрсетшіген. Кән, сүт қайтып беріп жатсың. Ай, құдай-ау. Түрімнен оны алдым, баласына сүт беріш. Мен немерем ғой, но немерем. Мама. О, мамасының күзі. Бір төбелесіп алдық, жақсылап. Ішті ма? Ням-ням деді ма? Сөйт жаңағы. Не айтып жатыр едім? Сонымен. Кеше алдың күні, шаш. Алдың күні несі келген? Әкшесі. Шашын өріп беріп, қайта-қайта. Сонымен сондай ағайын. Құрметті көрермендерім, құрметті оқырмандарым, 3430 айтқандай. Таспаға құсап жылжып кеттім ғой, 3000-ға жетіп алдым да, жақсы. Тез жеттім да, 3000-дан кейін таспаға құсап кетті ғой, жайлап, бірақ соның өзіне Құдайға шүкір әйтеуір жазылып жатыр ғой. Газ жіберіп отырғанда атам отырып алып. Мама. Ау жаным. Сөйтіп 5000-ға жете алмай кеттік. 5000-ға жетіп алсақ, одан кейін 10.000-ға жетсек, ертерек уақыт жинап монетизацияға тұрсақ, монетизацияға тұру деген бір азап екен ғой, уақыт жинау деген. Мен ойладым да, ой, қиямет қазір жинап тастаймын деп. Сөйтсем, қиямет азап екен ғой. Бізде осы далаға шығарайын десем, үсті ветрянка болғаннан кейін, альхамдулилля. Күн суық болғаннан кейін қойшыне ағылам шығарды деп отырмын. Жуындырайын десем, тоже болмайды екен жуындыруға. Сонымен енді үстінде кеткеннен кейін жуындырамыз. Ай, жаным. Айгөркем өзін шомылдыра берейін десем, ана бәле қылады мені де шомылдыр деп ше. Сол үшін Айгөркемде жүр енді, чумазая болып. Альхамдулилля рас екен. Балам өтті шүкір өтті. Айтқандай пылесосым тестировать етіп жатыр, мынандай екен, күшті екен. Любой қоқым ірі, не бәрін сорып алып жатыр. Фильтрына капрон колгот киімді кестім да, аяқ жағынша, соны кигізіп қойдым. Прям капрон ұстап қалады екен, андай майда шаңдар бар ғой, жаман несін толтырып тастайтын фильтрді. Соның бәрі сыртына ұстап қалатыр, одан бүйтіп тартылғаны, кәдімгі сорғаны бәсеңдеп қалған жоқ. Сол бұрынғыдай сорып жатыр, капрон кигізсем де жақсы. Сол капронды аласыз, жуып қайтадан кептіріп сала бересіз, тез келіп қалады ғой еще. Айтқандай фильтр жа пылесостарыңызда сондай осындай фильтрлар болса жаңағыдай сөйтіп салып қойсаңыздар болады. Сол үшін фильтр қайта-қайта жуып нетудің керегі болмайды да ше. Капронды жуасыз да болды. Лайфхак, менен лайфхак. Сол пылесосым жақсы істеп жатыр, күшті сорып жатыр. Өте жеңіл, қолға ыңғайлы, сыйымды. Ана бұрышқа апарып кіреберіс жерге қойып қойғам, бұрышта тұр. Орын мүлдем алмайды. Жыда ыңғайлы екен, жақсы екен. Балам, не болды? Баны сүт берші. Сүт берші балаңа мә. Солай, достар. Алғаныма шынымды айтсам өкінбеймін, сол ақшаға тұрарлықтай. 14.999 теңге ғой қазір. 14 теңгеге қазір ақша болмай қалды. Сыпырғының несі ғыны, электронный түрі ғой енді. Жақсы екен. Жалпы шаң сорып, қоқым не қылғанға жақсы екен. Тазаланғанға.
үлкен үйім болса, жақсы бір пылесос алып, и мынаны помощник ретінде алып қойсаңыздар болады екен да. Ана үлкенді сүйрей бергенше, мынаны тыз қостың да қоқымдарын не қылып алдым. Кеше айтқандай, ана банкының не бар еді? Тұз банкі қойып қойған ғой. Мына екеуі қалай алған білмеймін, алып апты. Алып кетті, бір-ақ ұрып бар ұшып жүрді. Соны мелкий қылып тұз ғана, майда тұз, соның бәрін сорып алып, біреуін қалдырмай. Шиша пишасымен сорып алды. Балам, не істеп отырсың, жаным? Ай. Ұйқы мүлде дұрыс емес. Менде. Мына екеуі тыныш жатпайды. Мына осы емшек емет қайта-қайта, анауысы қыңсылай береді. Өте ұйқылар өте нашар. Екеуі екі жағымда жатады. Екеуі екі жағымда жатып, екеуі екі жағымдан қысады мені. Бүйтіп жатасың ғой, екеуінің ортасында. Мына баланың жатысы жаман, еще басына шығып кетеді. Баяда мен де сөйтіп жатырмын. Баяда мамамның сіңлісі ауылға қойып берген ғой, сөйтіп соның қасына салып берген ғой маған. Түнде жаңа түсінде дейді шөлдеп жатыр екем дейді, су ішіп жатыр екем дейді, бір нәрсе деп білмеймін, ұмытып қалдым неден екен. Мен кішкентай болып кетті. Мен есімде жоқ та. Су ішіп жатыр екем деп ішіп жатыр, оянып кетсем жаңа мен сүйеп жатқан, ол ішіп жатқан ғойшы. Ашы дейді. Ойбай деп тұрып соны әлі күнге дейін айтады ғой. Әлі күнге дейін. Тура соның аузында көтін тұрса керек қой. Жаным. Ау жаным. Ау күнім, айым. Шашты шешпей, жинамайтын болдық. Міне жалбырап жүреміз. Шашты жинамаймыз енді. Резина тақсақ, шешіп тастайды. Жалбырап шашын деп жүреді сосын. Мынаны хотя бы артқа шай көрсек. Мынаны бүйтіп теп-тегіс қылып қырып берейін дегені. Сарандай аккуратно болып қалады да жайғанға. Телефонды құлата береді да, тура осы жерге басылып тұрады. Басқа жер құрып қалғанда екеуі де осы жерге басылып, екі рет құлатты телефонды. Басқа жер жоқ бұларға. Ана жерге именно видео түсірген кезде қасыңа келеді де жапсып та қалады. Мына жерінде мынандай прядь, сен мына жерін не қылып берейінші деген ғой. Көк розовый қылып ше. Бояп берейінші деген едім. Жазға қарай істеймін деген едім, білмеймін, әлі кішкентай сияқты істете ма, істетпей ма. Бірақ ол көп андай не қылмайды. Просто мына жерде кішкене прядь аласың да, түбіне тигізбейсің ғой, түбіне тигізуге кожасында болмайды ғой. Порошокпен. Мына жерін күйдіріп алып істейсің ғой, әйтпесе көк розовыйға не қылмайды. Сондай прядь істеп берейін деген ғой шашына. Модница, мына жақта қыздар көп сондай істеп алған да. Қаланың қыздары. Ол ешқандай шаш қасыр етпейді, ешқандай зияны несі жоқ. Кішкене ғана бір прядь істейді, еще мынандай түбіне тигізбейді. Сол шашын арқасын теп-тегіс қылып кесіп берсек, тегіс қылып ше, сонда мынандай жиналып әдемі болып қалады. Енді мамасы парикмахерский болғаннан кейін сол ғой енді. Барыңдаршы аняқа! Сол осымен қоштасайшы, екеуі лағып кетті ғой. Жақсы, құрметті оқырмандарым, көп рахмет сіздерге. Лайк қойып, комментарий жазып отырғандарыңызға, атсалысып отырғандарыңызға рахмет. Айтқандай мен кеше абысыным айтып еді, мен саған подписчикпін, жазылғанмын ғой деп. Лайк қойып отырыңыз, комментарий жазып отырыңыз. Кішкене үлестеріңіз қосып, видеомды таратып, өркендеуіме, өсуіме, дамуыма кішкене қолыштарыңызды беріп отырсаңыздар болар еді. Алғысым, көмектесіп лайк қойып отырғандарға алғысым шексіз. Сол достар, рахмет зер салып тыңдағандарыңызға. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, каналға жазылыңыздар. Пока-пока. Осымен бітірейінші. Кел пока дейсің ба? Ал, пока. Люблю де. Пока-пока. Люблю де. Ай, көрдіңдер ма? Ай, апа сәкіт деген. Кім әкелді аяйды? Апа де. Апа? Апа. Бүйтсін. Бүйт.
бүйтші әкеке. Ай, 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 ай. Балам, кел.